Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен балалардың ақ киімдерін осындай кислородный тазартқышпен тазалаймын деп шештім. Көбі мақтап жатыр. Бұл мен алдыңғы видеода біреуін көрсеткен. Wildberries-тен тапсырыс беріп алдырғанымды. Бұл менде екіншісі маған ұнады, сондықтан екіншісін тағы басқаша түрін алып көрдім. Бұның бір жақсы ішінде осындай өзінің мөлшерлегіш қасығы болады екен. Осымен қазір ақ киімдерді тазалап көреміз. Бірінші киімдерді осылайша іріктеп аламын, айналдырып қай жері лас сол жағын суға салуға тырысамын. Қазір барлығын осылайша реттеп, бұл балалардың менде сабаққа киетін ақ көйлектері, дене шынықтыруға киетін ақ футболкалары, ақ носкилары, қазір барлығын осымен тазартатын боламын. Негізінде 2 немесе 3 киім жуатын болсаңыз, сізге бір ғана мөлшерлегіш қасықпен осындай ұнтақ салғаныңыз жеткілікті. Менде қазір көріп тұрғандарыңыздай киім өте көп, сондықтан бір жолата осылай көп мөлшерде су қайнатып, көп мөлшерде ағартқыш салдым. Көріп тұрғандарыңыздай балалардың ақ көйлектері өте ластанған. Осылайынша қазір барын салып қоямыз. Және ескеретін нәрсе, кислородный тазартқышта міндетті түрде ыстық суға салыңыздар. Өйткені мен кранттың ыстығымен суына салып көрдім. Көңілімнен шықпады. Өйткені кейбір ұнтақтарда тіпті ерімей қалған. Ал осылай ыссы қайнаған суға салсаңыз, ол кәдімгідей қайнап, кәдімгі көпіршіктеніп, өзімен өзі осылайша реакция береді сізде. Содан кейін барып киімдерді осылайша ерігеннен кейін кислородный ағартқышыңыз үстіне осылайша киімдерді салып барлығын осылай батырасыз. Қазір көріп тұрғандарыңыздай мен ешқандай порошок немесе сабын ештеңе салмадым. Өзінен өзі реакция беріп көпіріп жатыр. Одан кейін киіміңіздің ластығына байланысты қарап жібересіз. Егер киімнің лас жерлері кетпеген болса, онда тағы да бір 4-5 сағатқа қоюға болады. Негізінде онша қатты лас болмаған нәрселерге бір 20-30 минут жеткілікті. Мен қазір 1 сағатқа қойдым. Киімдерім ағарып қалған екен. Қазір сонда да 1 рет кір сабынмен жуып және таза суда шайып, барлығын жайып, сіздерге қалай тазарғанын көрсетемін. Бір жақсы бұл ұнтақтың кәдімгі ағартқыш сияқты, белизна сияқты өте иісі қатты өткір емес, иісі жоқ және табиғи, ешқандай зиянсыз делінген сыртында. Бірақ мен сонда да қолымды күйдіріп аламын ба деп қорқып қолғаппен жудым біріншісінде, ал екіншісінде кәдімгі жалаң қолмен осылайынша жуып, шайып, барлығын шығарып алдым. Міне қазір барлығын жаямын. Кәдімгідей аппақ болып шыққан, ешқандай ағартқыштан кемшілігі жоқ деп ойлаймын. Сіздерде көрсеңіздер болады. Келесі бұл менде Пиндодадан заказ берген осындай тағы бір ағартқыштың түрі, бірақ бұл киімге емес, дәретханаға арналған, яғни унитазды ағартуға. Менде балалар кішкентай, кейде дәретке отырғаннан кейін суын ағызбайды, сонымен әлде мүмкін судың хлорлығы өте жоғары ма, әйтеуір унитаздың ішінде өте қатты налет тұрып қалады. Кәдімгідей слойымен тұрып қалған. Мен оны неше түрлі нәрселермен тазалап көрдім. Коламен де, белизнамен де болмады. Осымен Қытайдан осындай ағартқыш бар дегенге заказ беріп көрдік. Қазір соны бірге жасап көрейік. Түрі осындай екен. Өзі кішкентай осындай ыдыста. Қант сияқты ұнтақ түрі, бірақ иісі енді өте қатты екен. Уксустың иісінде екен. Осыны қазір өзінен 3 есе ыстық суға ерітіп, унитазға құю керек делінген. Соны қазір бірге істейміз. Міне менің унитазым осындай. Ішіндегі налетті көп тұрыстар, слойы өте қатты, еш нәрсені кетіре алмадым. Мына ұнтақты қазір осылайынша ыстық суда ерітеміз. Одан кейін апарып, сол унитазға осылайынша құйып қою керек екенбіз. Бірақ уақытын білмеймін, осылайша жазылғаннан кейін қанша уақыт тұру керек екенін. Мен 1 сағаттың үстіне қойып қойдым, осылайша құйып, қақпағын жауып, өйткені иісі өте қатты деп айттым. Сақ болмасаңыздар, балалар бар жерде жасамаған дұрыс. Міне мен 1 сағаттың үстінде болды. Осылайша керемет болып еріпті. Бірден оңай кетіп жатыр. Өзі кетіп тұр екен. Мен тек щеткамен ғана бір жуып шықтым, бірақ астындағы қатты көп слойды кетірмепті.
мүмкін ол менің қателігім шығар. Біраз 4-5 сағат ұстау керек болды ма? Менде үйде балалар бар, әжемнің уақыт алмадым. Барлығын 1,5-2 сағаттай ғана күттім. Нәтижесі осындай. Менің ойымша жаман емес. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай кешке алған жері осы ғана, ал басқа жерлерін кәдімгідей аппақ етіп жап-жақсы тазалапты. Менің көңілімнен шықты. Келесіде тағы алсам, егер онда міндетті түрде түнде жасап қойып қою керек сияқты. Сол кезде нәтиже одан да жақсы болады деп ойлаймын. Осылайша әбден кетпесе де біраз жері ағарып қалды. Унитаздың өзімнің көңілімнен шықты. Бұл менде иіс шығаратын тазалағыш деп айтайын ма, қалай айтады, бұл да Пиндодадан алынған, алдыңғы видеоларымда көрсеткенмін. Унитазым осылай тазаланып қалды. Бүгінгі видео ұнаса, мені қолдап каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.